Өз баласын кестірмей қалған ананың жазасы. Болған уақия. 3 баласын қатарынан қалдырмай өсіріп батырған бақытлы шаңырақ болады. Bir күні күтпеген жерден әйел аяғы ауыр болып қалғанын біледі. Бұл уақия ұсынан басылады. Ол бұны еш жоспарламаған еді. Сол себеп бұл баланы қалемейді. Үйіне келіп өмір жолдасына аяғы ауыр екенін, бірақ баланы алдырып таслайтынын айтады. 3 баладан артық болғанын ешқашан қаламағанын, 4-шісін өсіруге шаңырақтың да материалдық жағдайы жоқ екенлігін бахана қылады. Өмір жолдасы иманлы адам еді. Және әрбір баланың несібесін Алла Тағала өзі беретінін де білетін еді. Сол себеп әйелінің бұл айтқанына қарсы болады және түсіндіруге әрекетте етеді. Бірақ өз айтқанымды істеймен деп қырсыға батырған әйелінің сөз тыңламай атырғанына қарап, баланы алдыруға үзіл-кесіл қадаған етеді. Егерде айтқанын тыңламайтын жағдайда кешірмейтұғылығын айтады да үйінен шығып кетеді. Ертесі күні әйел өмір жолдасын айтпастан жеке дәрігер менен келісіп баланы алдыруға бармақшы болады. Ауруханаға баратқанда жолда әйелдің сумкасы ұрланады. Ақшасы барлық затлары сумкасында кетеді. Ал ауруханаға бару үшін болса ақша керек еді. Аллах Тағала өзі әйелді жолдан қайтармақшы болғандай болды. Ал сонда да баланы алдырудан бас тартпай бір жолын ойлап табады. Һәм жақын досының үйіне барып қарызға ақша алып және ауруханаға жол алады. Дәрігерге барып баланы алдырып ішіндегі өз баласын өзі өлтіреді. Ал бұл ісіне еш өкінбей, керісінше бұл ісіне мәз болып үйіне қайтады. Бірақ үйіне келгенде әйелі ауыр жағдай күтіп тұрғанын білмейтін еді. Үйіне жақындап қалғанда есік алдында тізіліп тұрған тез жәрдем һәм полиция, газ, апаты қызметкерлерінің машиналарын көреді. Әйел бұны көріп үйіне асыға жүгіріп, енді үйіне кіре бергенде 3 баласының жансыз денесін үйінен шығарып атырғанын көреді. Әйел не болғанын, қалай болғанын түсіне алмай, орнына қатып қалады. Ал бұл уақия былай болған екен. Әйелдің сумкасын ұрлап кеткен ұры сумка ішінен үйдің кілтін тауып алып, үйді тонауға барады. Алатын затларын барлығын алып қана қоймай, үйдің газлерін ашып кетеді. Үйді өздері ғана қалған 3 кішкентай бала сол газге уланып жан тапсырған екен. Бұны білген әйел есінен айырылып кетуіне аз қалады. Ізінен үйіне әйелдің өмір жолдасы да кіріп келеді. Өмір жолдасы болған уақияны естіген уақытында ашуға мініп әйелге: барлығына өзің айыплысың. Мені тыңламай өз білгеніңнен қалмай ішіндегі баланы өз қолдарыңменен өлтірдің. Алла ғазабіне ұшырап бір балаң менен қоса 3 балаңды да алды. Барлығына өзің айыплысың деп тұрып әйелінің қолына неке жүзігін ұстатып, әйеліне сен боссың, енді сен талақсың деп жауабын беріп жібереді. Алламыздың берген сауғасына қиянат жасамайық, азиз достар. Келесі видеоларда көріскенше сау болың, саламат болың, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.